Голубцы дайындау қиын деп ойласаңыз, ол мүлдем олай емес. Каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен голубцидың ең жеңіл және ерекше рецептімен бөлісемін. Барлығын толықтай көрсетемін, соңына дейін қараңыз. Ең алдымен бізге керегі үлкен орамжапырақ, шамамен 800 грамм. Орамжапырақтың қақпағын, яғни қатты жақтарын пышақпен ойып алып тастаймыз. Келесі кезекте бір үлкендеу қазанға саламыз. Ортасына 1 стакан сүт қоямыз және сыртына 3 стакан су қоямыз. Қақпағын жауып, шамамен 15 минуттай орташа отта қайнатамыз. Жапырақтары жұмсарып, оңайлықпен алынып жатса, демек ол дайын. Жұмсарған жапырақтарымызды бөлектеп аламыз. Орта жағы әлі қатты болса, қайтадан қайнатып жіберуге болады. Жапырақтың қатты жақтарын бізге кедергі етпес үшін алып тастаймыз. Салмасы үшін бізге керегі тартылған ет, пияз, жартылай қайнатылған күріш және дәміне қарай тұз, бұрыш. Айтып өткенімдей, голубцидың ерекше, яғни сәл өзгеше түрін дайындаймыз. Кішкентай кесеге жапырағымызды қойып, ортасына салмасын саламыз. Шектерін жауып төңкереміз, бізде домалақ голубцы шығады. Бұл бізде орамжапырақтың жартысынан шықты. Екінші жартысынан өзімізге үйреншікті голубциді дайындаймыз. Яғни екінші бөлігін мұздатқышта кейін пісіргенге қатырамын. Соус бізде өте жеңіл. Бір ас қасық томатқа 20 мл зәйтүн майын қосамыз және 2 кесе қайнаған су қоямыз. Жақсылап араластырамыз. Универсалды өте жеңіл соусымыз дайын. Табамызға голубциді қойып шығып, соус қоямыз. Орташа отта шамамен 25-30 минут қайнатамыз. Каналымды қолдау үшін лайк басып тіркелуді ұмытпаңыз. Және астына ой пікіріңізді жаза кетіңіз. Каналымдағы басқа да видеоларды қарап көріңіз. Кез келген талғамға арналған тағамдар таба аласыз. Голубциді осы әдіспен және осы рецептпен жасап көріңіз.